Сау саламатсыз ба, қымбатты досым? Бүгін өзіңіздің өміріңізге әдемі күн сыйлаңыз. Негізі, әр адам өзіне әдемі күн сыйлауға лайықты деп мен өз басым ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Әдемілеп, залыңызға, үлкен қонақ столыңызға әдемілеп дастархан жасап, өзіңізді күтіңіз. Өзіңізге бүгін керемет бір күн сыйлаңыз. Себебі бұл өмірге сіз бақытты болу үшін келдіңіз. Ас бөлмеде отырып, асыңызды ше бермей, қонақ бөлмеде, үлкен дастарханда әдемілеп, алтыны жалатылған, күміс жалатылған ыдыстарыңыздың барлығына әдемілеп тәтті-пәттілерді салып, қоюлатып, қазақтың қою сүті мен қою шайын ішіңіз. Себебі бұл өмірде сіз бақыттысыз, сіздің өз үйіңіз бар. Егерде ала алмаған болсаңыз, сіз өз төрімде отырым деп ойлаңыз. Себебі осы тұрып жатқан үйіңізді жақсы көріп, сол үйді жақсы көріп, сүйе отырып, осы үйді өз үйіңіздей көретін болсаңыз, сіз ертеңгі күні міндетті түрде үй аласыз. Бұл менің өзімнің өткен тәжірибем. Мен өз өмірімде көптеген үйлер алдым. Тұрған жерімде, мен сол тұрған жерімді әр уақытта бағалап, өз үйімдей көретін едім. Өте жақсы көретін едім. Тазалап, әр жерін сүртіп, сондай мына генеральный уборка дейміз ғой, әдемілеп отырып, солайынан міндетті түрде аршамен немесе әдіраспанмен аластайтын едім. Білген сүрелерімді айтатын едім, Құран кәрімнен. Және де сол тұрған жерімді өте шын жүрегіммен, бала көңіліммен сүйетін едім. Босағаны сүйетін едім. Аллаға рахмет айтатын едім. Сондықтан да өзіңізді күтіп, бүгін өзіңізге мейрам жасаңыз. Үлкен қонақ бөлмеге, үлкен дастарханды жайып, әдемі ыдыстарыңызды қойып, тәтті-пәттілеріңізді салып, барлығын әдемілеп отырып, шай ішіңіз. Адам баласы өмірге негізі бақытты болу үшін келеді деп айтады, сол бақытты бүгін бастаңыз. Және де бақытты күндерге жоспар құрыңыз. Апта 7 күннен тұратын болса, сол аптаның 7 күнінің, тым болмаса 2 күнін бақыт күні деп санап, өзіңізге мейрам жасаңыз, отбасыңызға мейрам жасаңыз. Және де пісірген тамақтарыңызға өзіңіз ат қойып, бақыт палауы немесе береке шайын құюдамын. Жолы болғыш дастархан, жолы болғыш отбасы деген сияқты өзіңіз әдемі сөздерді айта жүріңіз. Себебі бұлда менің өмірімде қолданылған техникалар дейміз, амалдар дейміз, солар сіздің өміріңізге көптеген жақсылықтар әкеледі. Негізі қазақ халқы жақсы сөз жарым ырыс деп бекерге айтпайды. Мысалы, сіз жолдасыңызға шай құйып берген кезде де денің сау болсын деп, күлімдеп кесесін ұсыныңыз. Немесе керемет махаббатым деңіз, балаңызға ақылды балам деңіз, ақылды балама керемет шай берудемін деген сияқты өзіңіздің отбасыңызға жақсы сөздерді сөйлей отыра, керемет, әдемі, отбасылық шай ішіңіз. Негізі алып қарайтын болсақ, мына әлем әдеміліктен тұрады, мына ормандарға барсақ, табиғаттың өзі қандай керемет. Тауға шықсақ та, көптеп бір самал желіне, сондай мына жусанның исіне, ерменнің исіне керемет бір көңіл күйде боламыз, қандай тазалық, қандай керемет дейміз. Сол сияқты сіз өз өміріңізге де, өз үйіңізге де, дастарханыңызға да, өміріңізге де жақсылықты шақыра жүріңіз. Себебі бақыт бағымен, жақсылық жұбымен жүреді дейді. Сіз жақсылықты шақырған кезде, ол жұбымен келеді. Соны біліңіз. Мен өзім жасым 60-қа аяқ бастық,
өмірдің біразын көрдік, ащысын да, тұщысын да, әдемілігін де, сұлулығын да, берекесін де, молшылығын да, тоқшылығын да, сұлулықты да, әдемі сөйлеуді де, әдемі адамдармен сырласып, бір дастархандас болып, атақты адамдармен де, президенттермен де, талай адамдармен, атақты жұлдыздармен де дастархандас болып, көптеген әңгіме сырларды естідік. Сондықтан да мен өзімнің мына өмір жолымда маған миссия болып келген өмір сабақтарын өткізгенде, сондай сіздердің өмірдеріңізге, сіздің өміріңізге жақсылық әкелетін сабақтар өтуге тырысамын. Сондықтан да YouTube каналында салынған, өмірден алынған өмір сабақтарын көруге сізді шақырамын. Сау саламатта болыңыз. Өмір өзенінен, бақыт өмірінен өзіңізге жақсысын алып қалуға тырысыңыз. Себебі ақылды адам біреудің қателігінен түсініп, жақсысын алады дейді, иә. Сондықтан да сіздің өміріңізде қателіктер болмасын, тек жақсылықтар болсын. Жақсы күндеріңіз, берекелі күндеріңіз, бақытты күндеріңіз молымен болсын. Үйіңізде дүбірлеген үлкен той болсын. Сау саламатта болыңыз. Сізбен бірге болған Айжан Ісламқызы.